Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Арайгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз мінекей осындай әдемі өрнек тоқып үйренетін боламыз. Мінекей бұл өрнек өзі бар болғаны екі қатардан тұрады және екі көзден. Мінекей. Ал кеттігенше осыны тоқып көрейік. Мен мына жерде 11 көз алдым және мына теріс жағынан барлық көздерді терісінен тоқып шықтым. Ал кеттік, бісміллә деп бастайық. Өрнегіміздің бірінші қатары. 2 оң, 1 теріс, 2 оң, 1 теріс. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей өрнегіміздің бірінші қатары аяқталды. Енді екінші қатар. 1 оң, 1 жіпті іліп аламыз. Мынау 2 терісі екеуін оң қылып тоқимыз. Біреу, екеу. Енді мынау жаңағы іліп алған жібімізді осы оң көздердің үстінен осылайынан өткізетін боламыз. Мінекей. Тағы бір қайталап жіберейік. 1 оң, 1 жіпті іліп аламыз. Мынау 2 терісі екеуін оң қылып тоқимыз. Және де мынау жаңағы іліп алған жібімізді осы оң көздердің үстінен мінекей осылайынан өткізетін боламыз. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей осыменен екінші қатарды аяқталды. Және де жаңа айтқандай бұл өрнек өзі бар болғаны екі қатардан тұрады. Мінекей. Әлі онша еш нәрсе де көрінбей тұр. Мінекей. Енді торамнан бірінші қатардан бастап қайттан осылайынан қайталайтын боласыздар. Сол кезде мінекей осындай әдемі өрнек шығатын болады. Мінекей. Көрдіңіздер ғой? Бар болғаны екі қатардан тұратын өрнек өзі қандай әдемі болып шығып жатыр. Мінекей бүгінгі көрсетейін деген өрнегім осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.